Ең мықты адам өзімен алысқан адам. Адам өміріндегі ең үлкен жеңіс өзгені емес, өзін жеңу. Көпшілік күшті адам дегенде, демек күші мықты, қарсыласын жеңе алатын немесе өзгелерден үстем түсетін жанды елестетеді. Алайда өмір тәжірибесі көрсеткендей, нағыз күш адамның бұлшық етінде емес, оның мінезінде, ерік-жігерінде, сабырында және өз нәпсісін жеңе білуінде жатыр. Сондықтан ең мықты адам өзімен алысқан адам деген ойдың мәні өте терең. Әр адамның ішінде үнемі күрес жүріп жатады. Бір жағында жалқаулық, қорқыныш, ашу, қызғаныш, тәкаппарлық сияқты жағымсыз қасиеттер болса, екінші жағында еңбекқорлық, мейірімділік, адалдық, сабырлылық және жауапкершілік секілді жақсы қасиеттер бар. Осы екі күштің қайсысы жеңетіні адамның өзіне байланысты. Өзінің әлсіздігін жеңіп, жақсы қасиеттерін дамыта алған адам ғана шын мәнінде мықты тұлғаға айналады. Өзімен алысу күн сайын өзіңді жетілдіру деген сөз. Мысалы, таңертең ерте тұру қиын болса да, мақсат үшін орныңнан тұру өзіңді жеңу. Сабақ оқуға ерініп тұрсаң да, болашағың үшін кітап ашып, білім алу өзіңді жеңу. Ашуға ерік бермей, сабыр сақтай білу, қиындыққа мойымай, алға ұмтылу, мұның бәрі адамның ішкі күшінің көрінісі. Мұндай жеңістер сырт көзге байқалмауы мүмкін, бірақ олар адамның болашағын қалыптастырады. Тарихқа көз жүгіртсек, ұлы тұлғалардың барлығы алдымен өзін тәрбиелегенін көреміз. Олар табысқа бірден жеткен жоқ. Әрқайсысы талай сынақтан өтті, қателесті, қайта тұрды, еңбектенді. Оларды өзгелерден ерекшелендірген қасиет қиындыққа берілмеуі және өз әлсіздігімен күресе білуі. Сондықтан олар халықтың құрметіне бөленіп, кейінгі ұрпаққа үлгі болды. Қазіргі қоғамда да адамның алдынан көптеген сынақтар шығады. Әлеуметтік желілерге тәуелділік, уақытты бос өткізу, жеңіл жолды іздеу, жауапкершіліктен қашу жастар арасында жиі кездесетін мәселелердің бірі. Осындай кезде адамның өзіне мен қандай адам болғым келеді, мақсатыма жету үшін не істеуім керек деген сұрақтарды қоюы маңызды. Осы сұрақтарға адал жауап бере отырып, өз мінезін өзгертуге талпынған адам ғана үлкен жетістіктерге қол жеткізе алады. Өзімен күресу тек жеке бас үшін ғана емес, қоғам үшін де маңызды. Өзін тәрбиелей алған адам айналасына құрметпен қарайды, заңды сыйлайды, ата-анасын қадірлейді, достарына адал болады. Мұндай адамдар көбейген сайын қоғамда сенім, әділдік және татулық нығая түседі. Демек, адамның ішкі жеңісі бүкіл қоғамның дамуына оң әсер етеді. Қазақ халқы ежелден адамгершілік пен өзін-өзі тәрбиелеуге ерекше мән берген. Өзіңді өзің сыйласаң, жат жанынан түңілмес, сабыр түбі сары, алтын деген мақалдардың өз адамның ең алдымен өз мінезін қалыптастыруы қажет екенін аңғартады. Ұлы ойшылдарда адамның рухани кемелденуін өмірдің басты мақсаты деп санаған. Адам өзін танып, өз бойындағы кемшіліктерді түзетуге ұмтылған сайын кемелдікке жақындай түседі. Өзімен алысқан адамның өмірінде жеңіліс болмайды деуге болады. Себебі ол қателіктен сабақ алады, қиындықты тәжірибе деп қабылдайды, әр күн сайын кешегісінен жақсы болуға тырысады. Мұндай адам өзгелермен жарыспайды, ол тек өз мүмкіндігін арттыруға күш салады. Бұл ұзақ жол, бірақ ең нәтижелі жол. Қорытындылай келе, нағыз батырлық өзіңнің әлсіз тұстарыңды жеңу, нәпсіңді тізгіндеу, мақсатыңнан таймау және адамдық қасиеттеріңді сақтау. Өзгені жеңу уақытша қуаныш сыйлауы мүмкін, ал өзіңді жеңу өмір бойы жетелейтін үлкен жеңіс. Сондықтан ең мықты адам өзімен алысқан адам. Осындай адам ғана биік белестерді бағындырып, айналасына үлгі бола алады. Әрқайсымыз күн сайын өзімізді жетілдіруге ұмтылсақ, жеке өмірімізде, қоғамымызда жарқын болмақ.